адамның жүйкесін тоздырып, отбасының деген қандай мазасын алмай ма? Міне, соған себепкер болғаннан кейін қазақтың маңдайына жазған жасыл емес па? Осы компанияға мен 1 жыл 2 айдың ішінде менің командамның қанша адамы, қай жерге барайын, Талдықорған барайын, Таразға келейін, мейлі жаңағы Алматыда болсын, қандай да Шымкент, Түркістан, қай жерге барайын, менің еститім тек бата. Айналайын, рахмет, үлкен кісі болса, менен үлкен болса. Мен де жас емеспін, бірақ бала шағаңның қызығын көр, өніп өс дейді. Бұл жақсылық па? Неге? Қанша адам төбесін жаба алмай отқан, мен сіздерге айтайын, 5 партнерім бар, төбесін неше жыл жаңбыр жауған кезінде кастрюль шелек бірдеңке шірдеңке қояды да жылап отыратын едім деді бір қыз. Аллаға шүкір төбесін жапты. Жақсы ма? Үйіне су кіргізді, туалетін үйіне жасап алды. Осының бәрі маңдайымызға жақсыған жақсылық емес па? Ал енді бізде осы мен шақырған адамдардың өзі қазір Алматыдан, Астанадан болсын, не алып жатыр? Пәтер сатып алып жатыр. Ал 1 жылда ел 40 жыл еңбек етіп бір үй ала алмайды. 1 жыл болмай 2 үй алып жатыр. 1 үй алып жатыр. Үлкен жұмыс па? Міне менің командамда уже 5 адам машина алды. Кімге машина керек? Қол көтерші. Ал кім квартира алғысы керек? Армандар. Дұрыс, не алып отырсыңдар? Кім ұстап отыр сендерді? Кім ұстап отыр? Кім қолыңды байлады? Кім ешқайда жібермеді? Ал олар алғанда, біз алғанда сендер не алып отырсыңдар? Бәріміз бір еттен, бір сүйектен жаралдық. Дұрыс па? Бірінші келді, екінші келді дегенге қарамайды. Ниеттеріңе қарайды. Бастағандарыңа қарайды. Ал сондықтан бүгін кімге машина керек? Кімге? Кредиттерің бар ма? Қол көтерші. Отыра беріңдер осылай. Әне, көрдіңіздер ма? Бұл шынымен де кредит жабам десең, ешқандай қиындығы жоқ. 12 штугын саттың, 84 мың айлық алдың. Кім береді? Сондайын 10 жасадың, 840 мың жабдың. Бір кредитті жабуға бола ма? Адам бизнес деген, жүйелі маркетинг деген санау деп еді. Сіздер үшін бизнес планды сызып қойды. Жаңа Ботагөз ханым айтқандай, сіздер 201.600 теңгемен бизнес бастай аласыздар ма? Бастай алмайсыздар. Ниша свободный жоқ. Пестол салып тастады, мынандай ресторан салып тастады, конкурент бар. А бұл жерде конкурент жоқ. Конкурент тек өзіңсің. Бірдеңкені бастап атқанда, бұл бизнесте ең қиыны отказ дейді ғой орысша. Анаған барсын, ол қойшы әкем. Бұндайын талайын ішкем, қойшы айтпа дейді. Біреуіне барсаң, аузыңды жап дейді. Біреу кетші бар дейді. Болды ғой сосын, арманың далада қалыпты. Мен сіздерге айтайын, адамның ең құнды заты өзіңсің. Өзіңнің бағаңды төмендетпесең, сонда ғана сен жетістікке жетесің. Біреу кетші бар десем, мен кеттім деймін, жарайды, рахмет деймін. Онша емессің десем, мен онша емеспін деймін. Неге? Өзімнің құндылығымды біреумен ақылдасуға, орысша айтқанда, я не собираюсь ни с кем обсуждать свою важность. Түсінікті ма? Біреу сендерді онша емес деп атса, қуана беріңдер. Бір жүк күнәларын соған артып қойыңдар, сол жүктерін жеңілденді. Адам алдына қойған мақсатын біреу болмайды, қолыңнан келмейді, адамды қайдан аласың деген сөзге қарамаңдар. Мен ылғиды айтам. Мен келдім бұл компанияға, айттым, 15 сентябрьде, 15 августта келді, 27 августтан бастап істедім. Құдайға шүкір, сол кезде мен үйге келгенімде, түнімен жаңағы маркетингті былай сыздым, былай қылсам, мынанша әкем, мынанша адам келсем, мынанша, бәрін санағаннан кейін туылған күніме
14 майда машина алам деп мақсат қойдым. Апрельде машинаға шықтым. Майда әдейі барып машина алдым. Ал мен арманды қойдым, мақсатымды сыздым. Не істеуім керек екен, план қойдым. 5-5 точканы орнынан көтердім. Шынымен шешім қабылдау керек. Шешім қабылдаған кезіңізде сіздер орындарыңыздан тұрасыздар. Сөйтіп, май айында өзіме Құдайға шүкір машина алдым. Бірақ маған қараңыздар, барлықтарыңызға айтатыным, армандарың бар ма? Ана армандарыңызды осы уақытқа дейін орындамадық, кім кінәлі? Тұрсынбек айтқандай 30-ға келіп бірдеңе істеу керек, 40-ға келген бірдеңе істеуім керек та, осы деп та, 50 келгенде тағы да 60-ға келгенде бала шағынша неғып жүрсің де бірдеңе істемейді деп. Сондықтан 60-ға келек, 80-ге келген жаңаға Майра Керентаевна, Ботагөз ханым, тұрыңыздар, сына герой, бұл екеу герой. Машина алады, машина. Оларға қарағанда жассыңдар ма, қайсың бұл жерде үлкенің? Бар ма? Жоқ, неғып отырсыңдар? Әне, сондықтан адам баласы адларыңа мақсаттарыңды, армандарыңды бүгін жазыңдар. Өмір деген театр. Бәріміз роль ойнаймыз, сахна ойнаймыз. Ананың сахнасын, баланың, көршінің, дистрибьютордың, партнер, денделайн партнердің, ененің ролін келін. Сол рольді бәрін қалай ойнаймыз, өздеріңізге байланысты. Сондықтан бүгін сол театрың сценарийді жазатын өздеріңіздер, главный рольді ойнайтын да өздеріңіздер. Бүгіннен бастап жаңа сценарий жазамыз. Маған мынау керек, өміріміздің, кімнің өмірі өзіне қазір ұнамай жатыр. Соны өзгертуге өз қолдарыңызда. Соны бүгін қайтадан жаңа лист жазып, жасыңа қарама, қасқа біз айтып жатырмыз, 60-ға келіп өмір енді басталды деп жатырмыз. Бізден жастарға тіпті ұят қой. Енді осыны жазасыздар да не істейсіздер? Құдайға тәуекел етіп тапсырасыздар. Гарантия, Құдай орындайды. Мен жаздым армандымды. Басым ауырмайды екен, болатынына сендім. Құдайдың ісі қашан ол міндетті түрде болатынын білдім. Тәуекел деген нәрсе осы. Мен ылғида осы қайда тренингте сұраймын ғой. Сіздің үйіңізде апай, кім Таразда тұрады айтыр? Ғазиза, Таразда тұрасың ба? Таразда тұрасың ғой қызым. Етің бар ма үйде? Бар. Қалай деңдікте? Точно ма? Жетеді. Қазір барам мен. Осы бітті, ет асасың ба? Иә. Гарантия. Гарантия. Сенімдісің? Сенімді. Міне, Ғазиза ет асам деді. Сол сияқты адам сенімді. Сенімді ғой ет асатыны, біледі ет бар. Сол сияқты білсеңіздер оның болатыны, ол точно болады. Тәуекел деген осы нәрсе. Түсіндіңіздер ма? Бүгіннен бастап барлық арман мақсаттарыңызды жазасыздар да, Құдайға тапсырасыздар да. Ол Құдайдың ісі, басым ауырмайды екен. Білем болатын, бітті. Гарантия деген осы. Гарантияны беретін кім? Құдай береді бізге гарантияны. Саспаңдар, бәрі машина аласыңдар осы жерде. Ешқайда кетпеңдерші. Шын айтам, неге бұл жерде машина алу жаңа маркетингті айтты ғой. Оңай, накопительно, бәрі үст-үстіне қосылады. Бір адам алды, 10 адам алды, 100 адам алды. Соның балы жинала береді. Екі директорыңыз не істейді? Жинақты түрде жабады ғой. Сөйтіп бар, мен сіздерге айтайын, 18 жыл болды сетевойда жұмыс жасағаныма, осындай машина оңай жету бұл компанияда ғана болып тұр. Неге? Себебі бізде осындай қолымызда керемет дүние тұр. Қараңыз, қазір дубайский шоколадты алама, қазақстанский шоколадты алмайтындар. Дубайский алады. Неге? Дубайский 8.000, 12.000 теңге болса да дубайскийді алады. Өтіп атқан дубайский ғой дүние жүзінде. Сол үшін елдің бәрі, менде құдашам бар, дубайский шоколад Қазақстанға жіберіп бизнес жасап жатыр. Түсінесіздер ме? Дубайский, сол сияқты бізде дубайский шоколад ғой қазір Магнивада. Барлық компанияда өнім бар.
біздікіндей жоқ. Неге біз осынша уақытта 48 машинаны компания берді? Себебі, егерде бір компанияда бір өнім өтсе, жақсы, айтайықшы, 100 өнім, таңертеңнен кешке дейін 100 өнім өтсе, бізде 1 минутта 100 адам тіркелсін. Олардың мысалы бір күнде. Бізде 1 сағатта 45-тен 70 адамға дейін 1 минутта тіркеледі. Міне, сол үшін бізде тинговый миллионерлер көп. Сол үшін үй алып жатыр, машина алып жатыр, кредит жабылып жатыр, үйін жабылып жатыр. Неге? Себебі өнім жақсы бол, өтімді болып тұрғасын. Сосын мен жаңа қазақшалап айтам, Майра Керентаевна дәрігер ғой, дәрігер тілінде айтты. Мен айтам, мына жерде жара болса, перекис водороды қоясыңдар ма? Аппақ болып көпіре ма? Ол көпіргеннен кейін не болады ол? Газ ғой. Қандай да микробты обязательно жоқ. Тура солай жұмыс жасап тұр ғой. Қараңыз, мен әрбір қазаққа айтамын. Біздің қазақтың ең міндеті, особенно ерекше біздің әйелдер, бала дейді, немере дейді, ертеңге қалдырады, бүрсігінге қалдырады, денсаулықты. Денсаулық жоқ болса, кімге керексің? Ауырып қалшы, жаныңа жалау болып, сол немерең келе ма? Келмейді, сондықтан денсаулықтың құндылығын екенін көрсетіңіздер. Ал енді мына жаңағы мен айтып жатқаным, особенно міне Қызылордаға бардым, Қазалыға бардым, Атырауға бардым, Ақтауға бардым. Соның ішінде осындай информация келіп айтайын деп жатқанда 10 келіншек келеді, соның 8-інің жолдасы, яғни күйеуі жоқ. Неге? Қайтыс болып кетті. Неден? Инсульт, инфаркттан. Біздің жаңағы офисқа бір әйел келді де, врач-терапевт, практикующий. Сол айтты, 8 жасар бала инсультпен түсті деді. Тура осыны Алматы облысында Қарой деген жер бар, сол жерге информация барған кезінде үстіп айтқанында айтты. Апай деді, менің деді 14 жасар балам инсульт алды деді. Міне, осы жақында ғана. Неге? Қан қою, ішіп жатқан денсаулығымыз, жеп жатқан тамағымыз мынау. Гиподинамия, қимылдамаймыз ғой құрсын. Кешке қарай тамақ ішіп алғаннан кейін тіпті зіл болады ғой. Жатайыншы, жатқың келіп тұр дейді. Бұрында деген қалай кір жуатын едік, ал осы отырған келіншектер. Осылай жуып, оны сілкіп, 2 рет чайқап, сосын көшеге жайған кезде көршілер, ойбай мынағасыға қалай жайыпты кірін деп айтпасын деп, әдемілеп оның бәрі не еді? Қимыл еді ғой. Телевизордың басына баратын еді, төбесіне, біреу антеннаға шығатын еді, соның бәрі қимыл еді. Қазір деген отырып алып, пультпен басамыз. Міне осының бәрі қан қоюланады. Қытайға барыңыздаршы. Бит бір үстін ұрып отырды. 10 минут отырмыз, 10 минутта қан қоюланады. Көрдіңіздер ме? Міне қан қоюланғаннан кейін инсульт көп. Жырлы тамақ жейміз, қою тамақ жейміз. Сол себептен міне дені сау адам бүгін бар ма, көрсетіңдерші маған. Дені сау адам жоқ. Соның бәрін көбісінде 2-ның бірі неде? Давление. Мен кеше бір мынандай эксперимент бастадым. Поликлиникаға барсам, бір әйел отыр екен, шыққан екен, айтып жатыр, давлением 210 болып кетіпті, 160-қа магнезия құйды да тоқтатты деді. Апай маған қара деді. Мен бүгін саған бір магний водородты берем, саған тегін берем қазір. Осын тек видеоға түссеңіз болды. Түсті, сонымен соған не берді. Сонда қызы звондап қоймай жатыр. Қызым магазинде тұрушы еді, бір жерге бару керек дейді. Соған мен тез баруым керек дейді. Ау қасқа дедім, сен қазір магнезия алдың, 10 минут отыра тұр, бетің әлі қып-қызыл болып тұр. 210 давленияны біздің қазақтар жүре береді, білмейді. Білесіңдер ме? Ал неге біз өзіміздің құндылығымызды, өзіміздің бағамызды білмейді? Сонда ана қызына жүгірмек қой құрсын. Қызына жүгіріп барып жарты жолдан олса, сол қызы өкінбей ма? Не өзі сосын кім оған көмектеседі? Сондықтан мен айттым, апа дедім, маған қараңшы апай дедім. Өліп қалсақ Құдайға шүкір деп инсульт алып, Құдай сақтасын енді, әрине, ажалдан ішіп қашып. Ал жатып қалсаң 10 жыл салып ал, кімге керексің?
Сондықтан сіздерге тағы да құлақтарыңа алтын сырға, мен бұл компанияда болған үшін емес, осындай өнім келді, инновация дейді бұл магний водород. Бұл дәрі де емес, бұл бат та емес, адамның ағзасына барады да су болады. Түсіндіңіздер ма? Міне қанды сұйылтатын дүние келді. Қан сұйық болса біздің шапқылауымызда тез, жүруімізде тез. Осының бәрі неге байланысты? Қанның сұйылғанына байланысты. Осы сол себептен табыс табам, өмірімді өзгертем. Мына апалар сияқты машина алам десеңіздер, хам хұрма хам сауыр. Қанша адамның батасын аласыңдар, хұрмаларың қалталарына түседі. Осы компаниядан айтайын, Құдайға шүкір, армандап жүрген балама да үй алып бердім, қазір керемет қылып ремонт жасап жатыр. Кім береді? Машинасына да отырдық, батасына да алдық, қай жерге барсақ төрге отырамыз. Неге? Себебі осындай біреудің өмірін, тағдырына өзгертуіне жақсылық болды емес пе? Ане үйсіз жүргендер үй алды командамды. Ремонт жасай алмай жүрген адамдар ремонт жасады. Заборын қойды. Маған рахмет айта ма, айтпай ма? Жақсылыққа себепкер болдым ба, болмадым ба? Неғып отырсыңдар? Айғара отырсыңдар. Тараз, айғара отырсыңдар. Жан-жаққа масштабирование деген нәрсе бар. Тек Таразмен ғана, Тараздың айналасына ғана ойламаңдар. Қызылордадан бір адам шықты ма, мен кетем Қызылордаға. Бір адам шықты ма, кетем Қызылордаға. Соның туысы, құдасы, құдағайы, оншасы, онша бесің адам бәрі табылады. Солардың бәрін шақырып не істеп береміз? Команда құрып береміз. Менің фишкам чекке шығарамын, личниктер. Шақырған адамымды табысқа шығарамын. 1 миллион табыс тапса, мені еріп келген адам мені тастай ма? Әрине. Сондықтан личниктеріңізді табысқа шығарыңыздар, чекке шығарыңыздар. Сол кезде ол кісілер сіздерге дән риза болады. Қорқатын ештеңесі жоқ, барлығымыздан қолымыздан келеді. 80-дегі апаларымыз келгенде неғып отыр? Міне ер азаматтар отыр, міне. Ер азаматтар отыр, міне. Сіздерге айтайын, сетевойда барлық ақша сетевойда. Қанша табыс табады десеңдер, өздерің білесіңдер. Чека деген нәрсе бар. Менің астымда, мысал десе, менің партнерім 3 миллион алса, одан маған 300 мың теңге түседі. Ойлай беріңдер. Сондайын 10-ы болса неше миллион алам? 3 миллион алам. 100-і болса 30 миллион алам. Ал. Адамның жаңағы жүректегі, ой бастағы, мидағы жүректегі нені босатыңдар. Өкпелеу деген, бұрынғы мен өмір сүру деген, бүгін өмір сүрмейді. Анаған өкпелегеніміз бар, 10 жыл сөйлеспей кеткеніміз бар, құдағидың онша еместігі бар, анау бар, байыңа ренжігенің бар. Соның бәрін жинап атсыңдар ғой, дело қылып. Со делаларының бәрін жауыпсаңдар, құлтап тастаңдар да жаңадан дело ашыңдар. Ми деген архив қой, дело жинайтын. Дұрыс па? Біреуді 5 жылдан кейін көрсең, өкпелеген адамыңды 5 жылдан кейін көрсең, есіңе алып келе ме, түсіре ма? Түсіреді ғой, көз алдыңда картина болып. Кетші бар, амандасқысы келмей қайтып кетеміз ғой. Міне осылардың бәрі, анау сөйтіп айтты, мынау бүйтіп айтты, анау қылдым, ау жаным, өмірің өтіп бара жатыр ғой. Құдай саған қанша өмір берді? Одан да жақсылық жасаңдар. Табыс табыңдар. Садақа жасаңдар. Жылы сөйлеңдер. Тапқан табыстарыңызбен бөлісіңіздер. Біреуге нан апарып беріңдер, біреуге ет апарып беріңдер. Осыдан артығы жоқ. Міне соған себепкер боласыздар. Осыған себепкер болып тұрған компания Dandelion. Қазір менде лимит бар ма? Регламент? Уақыт бар ма? Бар ма әлі? Сұрап алайық та, қонақпыз ғой құрсын. Тараздың тумасы болсам да, Наймандарға 30 жыл болды келін болғаныма. Әрине мен бүгін қонақпын бұл. Сондықтан мен сіздерге айтайын ба? Туқ, осы адайшылар сөйлегім келіп кетеді да, адаймын ғой. Туқ, қысқа неғып отырсыңдар, Әдемі биді отырсыңдар, отырмаңдар, жыбырлаңдар. Мені қараңыздар, мен амбассадор статус болсам да, поликлиникаға барып отырам. Мен кереметпін демеймін, мен басыма корона кимеймін. Ол тек атақ қой әшейін.
негізінде халыққа көмектесем деген ниетім бар. Біздің қазақ деген бірдеңкені алар кезде осы деген былай қарайды, туы қымбат екен дейді ғой маған. Немесе былай қарайды, былай қасыққа не болды, сиыр алып отырсың ба деймін да бір күні. Кеше бір ер азамат келді, былай қарайды, былай не болды аға? Сиыр алып отырсың ба дедім. Қарның болса қампиған дедім. Сахарың болса ұрып тұр дедім. Кімге керек боласың дедім. 33.600 теңге сізге қымбат болса, онда жүре бер аға дедім. Өзіңнің бағаңды білмейді, өзің керегіңді білмейді екенсің. Жүре қой деді, кете бер деді. Ай жоқ, қарындасым кетпеймін дейді, былай қойыңыз. Алды. 33 мың емес, 100.800 шықты қалтадан. Көмектесе ма, көмектеспей ма, сөйте ма, бүйте ма деген кезде бірден айтам. Адамға сіздер өнім 33.600 теңге салы болып жатқан адам 8 айда орнынан тұрып жұмысқа шықса бұл қымбат па? Больницада жүрсіңдер 10 жыл, 5 жыл гастрит, мастрит, жировой гепатоз енді сендер қайда қалдыңдар? Қымбат па 33.600 теңге? Әне, жоқ деді біреу. Қымбат емес. Сол өнімнің құндылығын көрсетсеңіздер, табыс табудың оңай жолын көрсетсеңіздер, барлық адам осы табыстан. Бәріңізге табыс керек па? Табыс тапқан сайын құрсын, армандар көбейе береді екен, Аллаға шүкір. Өмір деген сонымен қызық емес па? Дұрыс па? Энергия деген сөз осы ғой. Сіз қаншалықты ішкі дүниеңіз сыртқа, ішкі дүниең, мен қолымнан ештеңе келмейді, әрине сайбера сайлайды ғой, бірінші келіп алды ғой деген әңгіме келіп жатыр ғой. Келмей-ақ қойсын, арқайын болыңдар. Бізде біреуден кейін 3 айдан кейін келді, Аллаға шүкір, жетіп алдық. Оған қарамайды. Сіз қаншалықты өзіңізге баға бересіз, сол нәрсеге байланысты. Түсінікті ма? Енді сондықтан қараңыздар, тағы да айтам. Естіңіздерші, осындай сетевой компания нарықта көп. Егерде олар 30.000 PV, және 100.000 PV-ді бір айда түгел бір компания береді. Бізде 100.000 PV-ді бір аптада береді команда. Түсініп жатсыздар ма? Сол себептен бинардан 8% берді, әнеугі маған бір компаниялар келді. Мысалы, атын айтпай қой, 3 жыл болды істеп жүргеніне. Бинардан 10% береді, бізде 8. Оның айлығы менен 2 есе аз болып шықты. Неге? Менде магний күшті өтеді ғой. Минутына 45 қой. Түсініп жатсыздар ма? Сол себептен бұл жерде табыс көп. Қолдарыңыздан келеді. Алдарыңызда тірі адам болып тұрмыз. Жаңа мына жақта да сахнаға шыққандардың бәрі, ханым бәрі, мына шықты мына қыздардың бәрі, супердиректор, директорлардың бәрі алдарыңызда шығып тұр ғой. Міне путешествияға барып келді Дубайға. Әнеугіні менің командадан бір әйел барып келді. Жылағанын көрсеңдер. 60-қа келіп, өмірімде бірінші рет шетелді көрдім деді. Сабира Веренина, вы не представляете, как это красиво, как это круто дейді. Дұрыс па? Шетелге бармағандарың бар ма? Әне ағылсыңдар, міне. Тегін барасыңдар. 2 адам барасыңдар, 2 адам болып барасыңдар. Құдайға шүкір. Сондықтан мен сіздерге айтарым, Аллах бәріңізге бүгін осы жерге келген адамдарыңыз ең азы машинаға мініңдер. Бірақ тағы да айтам өздеріңе байланысты. Амбассадор болып мен әлі адам жинап жүрсем, сендер сатысыма жетпей неғып отырсыңдар. Отырмаңдар. Бұдан артық өнім таба алмайсыңдар. Мен сіздерге айтайын ба, қазір екінші не келеді? Косметика келеді. Ешкімде жоқ, дүниеде жоқ бұндай косметика. Соны еске сақтап қалыңдар. Магний водород ешкімде жоқ. Косметика, в мире нету такой косметики. Осыдан екінші машина алып, осы компанияға неше алсаң да ала бересіңдер. Басқа компанияда бір машина беріп, басқа бермейді. Сіздерге уәде берем, екінші машина алып, осы тарызға келем. Косметика шықсыншы. Міне түсініп жатсыздар ма? 3 машина, 4 машина, 10 машина алған. Ешкімде жоқ косметика келе жатыр.
келіншектің баяғыда жаңағы иманды болса, мамамның өзі 80-нен асып кетсе де айнаға қарап, ту мына жерім мынандай болып қапты деп отыратын. Әйел адамға міндетті түрде сұлу, ол деген біздің табиғи өзіміз, Алла тағала сондай бізді жаратылған, сұлулықты жақсы көреміз. Сұлу болғыларың келе ме? Дайындалыңдар. Сұлу боламыз енді. Жас боламыз, сұлу боламыз.